Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін сіздерге деревоян белгісіндегі адамдарға арналған болжамымды ұсынғым келеді. Егер менің видеом сізге ұнап жатса, лайк басып, маған тіркеліп, және де комментарий қалдырып отырсаңыздар, мен қатты қуанатын боламын. Жалпы, бадзы бойынша бізге наурыз айы 5 мартта келеді. Ол қоян айы болып есептеледі. Жалпы, бізге қоян айы 5 наурыздан бастап водоин на кролике келеді. Жалпы, қоянның өзі жұмсақ әрі сабырлы. Бірақ вода қорқыныш, тұрақсыздық, іштей мазасыздықты білдіреді. Одан кейін қоян цветок романтики разрядына жатады. Жеке өміріңізді реттеуге көп мүмкіндіктер бар. Енді деревояндарға келетін болсақ, сіздерге прямые ресурсы келіп тұр, энергиясы келіп тұр. Бұл сіздерге берілетін білімді, жайлылықты, отбасындағы құндылықты, дәстүрді білдіреді. Ата-анаңызға жауап береді. Ата-анаңызда бір өзгерістер болуы мүмкін, немесе қонаққа шақыру мүмкін, немесе қонаққа баруларыңыз мүмкін. Жалпы ресурс деген кезде сізге үй, машина алу, сату деген сияқты өзгерістер болады. Үйіңізге жиһаз алғыңыз келеді. Одан кейін елден білім алып, сол білімді елге таратуға өте жақсы. Көп ақпаратты оңай алатын боласыздар. Жалпы деревоян сіздерге биыл грабитель келгендіктен көп ақша жұмсағыларыңыз келіп тұрады. Аяқ асты шығындарыңыз да көп болады. Одан кейін сіздер алаяқтардан аулақ болғандарыңыз жөн. Мысалы, алатын болсақ, оқуға түсіріп берем, сенің жұмысыңды аяқтап берем, ана кредитіңді жауып берем деген сияқты бір алаяқтар кездеседі. Енді әртүрлі жолдармен кездеседі. Сол адамдарға алданып қалмаңыздар. Бір дүниені биыл осы айда, март айында жоғалтып алуларыңыз мүмкін. Ақшаны сіздерге білімге, инвестицияға, осы март айында машина алуға жұмсағандарыңыз өте қолайлы. Жалпы айналаңызда адамдар өте көп болады. Өзіңізге ұқсамайтын адамдармен араласатын боласыз. Мысалы, сіз егер әйел адам болсаңыз, ер адамдармен жиі араласасыз, көбірек араласасыз. Ал ер адам болсаңыз, әйел адамдармен көп араласасыз. Сосын шетелдің адамдармен көбірек араласатын боласыздар. Өзіңізден тым кіші немесе үлкен кісілермен араласатын боласыздар. Жалпы осы март айында сізде деревояндардан ақша қарызға сұрайтын болады. Бірақ ақшаны қарызға бермеңіздер. Себебі қайтармай қоюы ықтимал. Жалпы ақшаға қатысты тәуекелге бармаңыз. Егер картаңыз слабый болса, көмектесетін адамдар көп болады. Ал картаңыз сильная болса, қарыз бермеңіз, сіздерде міндетті түрде ақша сұрайды. Сосын март айында қонаққа, көрмеге, театрға жиі баратын боласыздар. Кейбір аяқталмай қалған жұмыстарыңызды аяқтайсыздар. Бірақ айдың соңында, айдың бір 20-сына жуық аздап ауырып қаласыздар. Ауырған кезде міндетті түрде врачқа қаралғандарыңыз дұрыс. Одан кейін міндетті түрде келген ақпаратқа мұқият болыңыздар. Кейбір дүниеге көп өкінетін боласыздар. Мен неге дұрыс жасамадым, мен неге көп ұрыстым, мен неге үндемей қалдым деген сияқты көп өкініштер болады. Сіздерге ер адам көмектесетін болады. Жалпы март айында бәрін қолыңызға аласыз.
бір цикл аяқталады. Жолдасыңызбен немесе бір ер адаммен жолға шығасыз. Интернет арқылы қосымша жұмыс жасауға өте қолайлы. Ескі дүниені, ескі отношения, қарым-қатынасты, ұнамайтын жұмысыңызды тастайсыздар. Жалпы жаңа дүние, жаңа идея, жаңа әрекеттер туралы көбірек ойланасыз. Жалпы айдың соңы сіздің ойлағаныңыздай болады. Жаңа дүние бастайсыз. Көп жұмыстарыңыз өте көп болады. Бәріне үлгересіз. Сәтті аяқталады. Сізге бір көмектесетін адамдар табылады. Бір оқиғадан сабақ аласыз, опыт жинайтын боласыз. Енді ауырып қалатын жері бір кішкене өкінішті болып тұр, қалған жердің бәрі өте жақсы шығып тұр. Ал Водоян сіздерге айтарым осы. Мені таңдағандарыңызға өте көп рахмет. Маған жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.